Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер эндокринолог Назира Есмаханова. Бүгінгі қозғайын деп отырған тақырыбым тиреотоксикоз немесе гипертиреоз. Екеуі бір-біріне синоним болып келетін сөздер. Екеуінің де мағынасы біздің қалқанша без гормонының біздің қанымызда өте көп болуымен және оның улы әсері біздің ағзамызға, тіндерге зиянымен көрінетін синдром. Яғни біздің қанымызда қалқанша без өте көп болғандықтан біздің ағзаларымыз, тіндеріміз зардап шегеді былайынша айтқанда. Бұл тиреотоксикоз синдромына қандай аурулар алып келеді? Ең бірінші біз білетін ол диффузды токсикалық зоб, Грейвс ауруы, узловой, многоузловой зоб, яғни түйінді, көп түйінді зобтар, сонымен қатар токсикалық аденома болады, сонымен қатар аиттың тиреотоксикалық фазасы, послеродовой тиреоидит, подостый тиреоидит, қалқанша безінің рагы, яғни қандайда бір аурудың әсерінен осы синдром дамиды, яғни қалқанша безі өте көп бөліне бастайды. Қалқанша без гормонының көп бөлуіне тиреотоксикозының қандай симптомдары бар? Яғни ең бірінші пациент бізде жүрегінің қатты тарсылдауы, яғни тахикардия, жүректе, яғни жүрек қан тамыр жүйесінде қандайда бір өзгерістерге шағымдана бастайды. Ол ең бірінші тахикардия болуы мүмкін, экстрасистолия, мерцательная аритмия, фибрилляция, яғни жүректе қандайда бір өзгерістермен шағымданады. Одан кейін адамның көңіл күйінің өзгерістері. Ол дегеніміз қалай? Өте ренжігіш, өкпелегіш, жылауық, өте тұрақсыз болады көңіл күйі. Сонымен қатар денесі терлегіш, яғни адам терлегіш болып келеді және денесі өте ыстық болып келеді. Горячая кожаның ыстық тері деп айтады. Денесін ұстаған кезде өте ыстық болады. Және де тәбетінің жоғары болуына қарамастан салмақ қоспайды. Қалай тырысса да салмақ қосылмайды. Үлкен дәреті жиі болады, тұрақсыз болады, составы дұрыс емес болады. Және де адамда ұйықтаған кезде қорқыныш сезім болады. Өліп кететіндей сондай қорқыныш сезім болады. Себебі қалқанша бездің көлемі үлкейгендіктен ұйықтаған кезде адам тұншығатындай әсер болады. Және мойны бар заттарды кие алмай тұншығатын сияқты былай сезімде болады. Сонымен қатар адам мазасыз, шаршағыз, әлсіз, бұлшық еттердің әлсіздігі байқалады, ұйқының бұзылысы байқалады, шаштың түсуі, тырнақтың сынғыштығы сияқты осындай белгілер бар. Енді сұрақ бізде, неге тиреотоксикоз бұлай дамиды? Ең бірінші ДТЗ-ға келетін болсақ, диффузды токсикалық зоб. Диффузды деген сөздің мағынасы, яғни жайылған деген сөз. Қалқанша без бір текті жайылып көлемі үлкейеді. Көп адамдар қалқанша безін кез келген ауруын зоб деп атай береді. Зоб дегеніміз қалқанша без үлкеуі, көлемінің үлкеуін зоб деп атаймыз. Гипотиреоз болсын, қандайда бір ауру болсын, тек қана зоб деп атау өте қате пікір. Өйткені зоб деген көлем ғана үлкейген. Біз көлемін 3 дәрежеге бөледі. Бірінші дәрежесі ол 0 дәреже дегеніміз, қалқанша бездің, яғни зоб жоқ деген сөз. Көлемі үлкеймеген, бәрі жақсы. Бірінші дәрежесінде былай визуально көзмен қараған кезде зоб көрінбейді, тек қана пальпациямен ұстаған кезде сезіледі. Бұл зобтың бірінші дәрежесі. Екінші дәрежесі көзбен қараған кезде визуально қалқанша безі көлемі үлкейіп тұрады. Ұстаған кезде де пальпациямен сезіледі. Яғни бұл зобтың екінші дәрежесі. Бірінші дәрежесі көзге көрінбейді, қолмен сезіледі. Екінші дәрежесі визуально қараған кезде көрінеді. Міне зобтың осы былайынша айтқанда 2 дәрежесі бар. Енді симптомдарына тоқталдық. Қандай себебіне тоқталып кеттік. Неге тиреотоксикоз, гипертиреоз вообще дамиды? ДТЗ-ға келетін болсақ, бұл аутоиммунды процестің әсерінен болады. Яғни біздің
генімізде, ашила жүйесінде қандай да бір өзгерістен, тұқым қуалаушылықтан бәрі бір-бірімен байланысып, өмір салтымыз, стресс, қандай да бір хронический, яғни фарингит, барлығы бір бассейнде болғандықтан көп өте орвимен ауру, соның бәрі әсер етеді, стресс әсер етеді. Көбінесе біздің қалқанша безіміз зардап шегеді, жақын адамдарын жоғалтқан жағдайда көбінесе қалқанша без өте көп зардап шегеді. Соның триггер деп айтсақ болады, соның кесірінен мысалы қалқанша безімен аурулармен ауруы мүмкін. Міне сонымен қатар жаңағы темекі шегу сияқты болсын, стресс барлығы қосып келіп ДТЗ, яғни диффузды токсикалық зобқа алып келу мүмкін. ДТЗ-ны бәріміз білеміз, визуально уже көрініп тұрады, қалқанша без көлемі үлкейіп тұрады, көз шарасынан көзі шығып тұрады, экзофтальм деп атаймыз. Визуально бәрі бір қарағаннан белгілі болады. Басқа жағдайда мысалы аиттың мысалы тиреотоксикалық фазасы болсын, немесе жаңағы қалқанша безінің функционалды автономды түрлері болады. Ол дегеніміз біздің йод жетіспегендіктен, біздің ағзамызда йод жетіспегендіктен қалқанша без гормоны түзілмейді. Сондықтан біздің гиперстимуляция болып жатады. Қалқанша безі тырысып гормон бөлуге көптеп былай тырысқанымен йод жетіспегендіктен ол бөле алмайды. Сол себептен ол мутацияға ұшырайды дағыны өзінен өзі қалқанша безі жұмыс істей бастайды. Біз қалқанша безі біздің гипофиздағы ТТГ-мен бір-бірімен байланысты екенін білеміз. Яғни бір-бірін тепе-теңдікте ұстап тұрады. Автономды болған кезде ол ТТГ-ға бағынбайды да өзінен өзі өте көп гормон бөле бастайды. Енді қандай анализдер тапсырамыз? Ең бірінші біз қалқанша без гормонының өз анализдерін тапсырамыз. Ол Т3, Т4, яғни БОС Т3, БОС Т4, ТТГ, антитела ТТГ-ға, ТГ-ға, ТПО-ға, кальцитонин тапсырамыз. Осы анализдер тапсырғаннан кейін міндетті түрде қалқанша безінің УЗИі және шағымдарға байланысты жүрекке өте шағымдар болатын болса, онда ЭКГ жасаймыз. Осылардың анализдерді жиналғаннан кейін барып, қандай именно ауру екенін анықтағаннан кейін емге көшеміз. Жалпы Қазақстанда тиреотоксикалық синдромды емдеудің екі жолы бар. Бұл біріншісі консервативті ем, яғни дәрі-дәрмекпен емдеу, екіншісі хирургиялық жолмен, яғни қалқанша безін алып тастаймыз. Ресейде тағы йодпен емдейді, радиотопты йодпен йод жұту арқылы, бірақ Қазақстанда жоқ болғандықтан Ресейге барып емделіп жатады. Бірінші дәрі-дәрмекпен емделеміз. Хирургиялық жолмен емдейтін күннің өзінде де бірінші дәрі-дәрмекпен бастаймыз. Біз қалқанша без гормондарын кішкене қалыпқа келтіруге тырысамыз. Бірінші тиреостатиктар. Ол не дегеніміз? Қалқанша безінің Т3-тен Т4-ке айналдыруына кедергі жасап, қалқанша безінің түзілуіне кедергі жасайтын, яғни былайынша айтқанда қалқанша безінің гормон бөлінуіне тоқтататын препараттар. Оған тиамазол мен пропилтиоурацил жатады. Осы екі препарат бар, бірақ ең бірінші қолданған кезде тиамазол немесе халықаралық атауы тиразол деп атаймыз. Яғни осы препараттарды қолданамыз. Тиразол бізде 24 сағаттан аса жұмыс істейтін болса, пропилтиоурацил 24 сағатқа дейін жұмыс істейді. Және де бұл препараттарды пациентті біз дайындауымыз керек. Өте ұзақ ем болады. 1 жылдан 2 жыл аралығында өте ұзақ емделу керек. 2 жылда егер ауру еміміз тиімсіз болып, ауру әлі басылмайтын болса, онда хирургиялық емге жүгінеміз. Яғни қалқанша безін алып тастайды. Қалқанша безін алып тастағаннан кейін оның орнын басу терапиясы, яғни левотироксин натрий қабылдап, өмір бақи қабылдау керек болады. Өйткені қалқанша безі жұмысы жоқ болғандықтан, істемегендіктен сырттан гормон ішіп жүру керек болады. Енді қандай білу керек пациент заттар бар? Ең бірінші, тиразолды қабылдаған кезде
қабылдамас бұрын, былайынша айтқанда, лейкоциттарды формуланы білуіміз керек, яғни қан анализі тапсырып, бауырлық профильдарды, трансаминазаларды, билирубинді тапсырып бақылап отыруымыз керек. Өйткені тирозол болсын, пропилтиурацил болсын, олардың побочкасы, былайынша айтқанда, агранулоцитоз болып табылады. Сол себептен қан анализін всегда бақылап отыруымыз керек. 1 жыл мен 2 жыл аралығында өте интенсивті емделу керек пациентті дайындауымыз керек. 2 жылда егер ем ремиссияға келмеген жағдайда, онда хирургиялық ем ұсынылады, себебі жүрек өте қатты зардап шегеді. Осы айтылған ақпараттар сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Маған подписация етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің инстаграм парақшама жазуды ұмытпаңыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Аман болыңыздар.